Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше ғана осындай әдемі нәзік сырға жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай әрі қарапайым. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттардың бәрі алдымызда тұр. Яғни ең алдымен пенойымызды аламыз. Осыған осындай колпачок кигіземіз. Оған бусин саламыз және колпачогымызды жабамыз. Міне бізде осындай пайда болады. Енді пенойымызды дөңгелекше қылатын боламыз. Осыны ұстап отырып майыстырамыз және осыны кері қарай орайтын боламыз. Мінекей, бізде дайын болды. Енді осыған біз астына не істейміз? Цепочкамызды кигіземіз, яғни жапқанымызды қайтып ашып, оған цепочкамызды кигізетін боламыз. Және жабамыз. Мінекей, осының басына біз швензымызды кигіземіз. Бұл сырғаның жасалуы өте оңай, қарапайым. Кез келген адам жаңа бастап жатқанның өзі де жасай алады. Мінекей, бізде дайын болып қалды. Енді астыңғы біздің гүлімізді жасайтын боламыз. Оған кішкене ғана лескамызды қиып аламыз. Кішкентай ғана лесканы қиып, оған осындай ақ бусиннен, яғни бесеуін кигізетін боламыз. Мінекей, бесеуін кигізіп алдым. Енді осыған, осы бусинмен ұқсас беконус лескамызға екі лесканы бірдей кигіземіз. Яғни гүл жасайтын боламыз. Бұл гүлді бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Осындай гүл жасаймыз. Кері қайырып, екі жандағы екі бусинге кигізетін боламыз. Мінекей, екі жағында бусинге кигіздік. Енді оған алтыншы, яғни мұншамызды кигіземіз, бусинімізді кигізетін боламыз. Екі жағын қатты тартамыз. Мінекей, бізде осындай ғана гүл шығады. Енді лескімізді осы гүлден мына тұрған лескімізге айналып келеміз. Мінекей, қасына айналып келдім. Енді осыны екі рет байлау арқылы қатты байлап бекітеміз. Мен үш рет байладым. Және келесі лескіге, яғни келесі бусинге өтеміз. Яғни біздің байланған жібіміз көрінбеу үшін. Мінекей, біздің байланып тұрған жіп, осыны тартамыз. Мінекей, көрінбей ішінде қалып қойды. Енді екі жібімізді киіп тастаймыз. Мінекей, бізде осындай гүл пайда болды. Енді осыған соединительный колечкомызды кигізетін боламыз. Яғни мінекей, жоғары жағына кигіземіз және оған осы цепочкамызды кигізетін боламыз. Және қысқашпен қысып, бұны осы бір жерін бусиннің ішіне кіргізіп тастаймыз. Қараңыздар, бізде 5 минуттың ішінде осындай бізде әп-әдемі ерекше нәзік сырға пайда болды. Қараңыздар. Мінекей, өте нәзік, ерекше сырға бізде пайда болды. Видео ұнаған болса, арнама жазылып тіркеп кетіңіздер. Және видеомен бөлісіп кетіңіздер. Әрі каналға жазылып кетіңіздер, өйткені алда қызықты видеолар шығып тұрады. Бұдан да